Әлемдегі мыңдаған ұшақ жайлы онлайн режимде нақты ақпарат ұсынатын Flight Radar бақылау қызметінің мәліметінше, ұшақ Әзербайжан астанасы Бакуден Ресейдегі Грозный қаласына бағыт алған. Кейіннен сайтта Ақтауға қарай ұшқан жолы көрсетілген. Ал Баку WS ақпаратына сенсек, алдын ала мәлімет бойынша апатқа ұшаққа құстың соғылуы себеп болған. Алайда нақты себеп әлі белгісіз. Дегенмен қазір Әзербайжаннан Ақтауға апатты құтқару қызметі жетті. Арнайы медициналық топпен керек жарақ жіберілген. Бұл жайлы Азал әуе компаниясының ресми өкілі Баку телеарнасына сұхбат берді. Артық Қазақстан тарапы ilə təmaslar həyata keçirilib. Апат болған жерде қазақстандық тараппен байланыс орнатылып жатыр. Сондай-ақ Қазақстанның авариялық құтқару қызметтері қажетті жедел қолдаумен қамтамасыз етуде. Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы тергеу тобы құрылды. Бас прокурордың орынбасары қазір Қазақстанда жүр. Әзербайжаннан Ақтауға апатты құтқару қызметі аттанған. 6 Қазақстан ватандаşı